Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай әдемі следик тоқитын боламыз. Ал ендеше бастайық. Спицаға 36 ілмек іліп аламыз. Міне іліп алдық. 36. Енді арғай тоқимыз. Мен только оң тоқыдым. Сыртқа бетін оң, ішкі беті теріс. 25 қатар тоқыдым. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мен 25 қатар тоқыдым. Міне тоқып болдым. 25 қатар. Сырты оң, іші теріс. Енді өкшесін шығарамыз. 36, 12, 12-ден 3-ке бөліп аламыз. Шеткі 12-ні тоқып аламыз. Сосын ортаңғы 12-ні тоқып аламыз. Ортасына бөліп маркер қойып қойсаңыздар болады. Сосын 3-ші бөліктен бастап уже қысқарту басталады.
ортаңғы тоқ болып, міне қысқартасың. Ортаңғыдан біреу, шеткіден біреу, екі ілмекті алып, бірге тоқып жібересіз. Осылай қысқартамыз. Енді айналдырып, ішінен теріс жағынан тоқимыз. Теріс жағынан тоқимыз. Қысқартқаннан ортасын тоқып боламыз. Ортасына бір жіпті және шеткі бір ілмекті алып, екеуін бірге қысқартамыз. Осылай екі жанындағы 12-12 жіп таусылғанша қысқартамыз. Мына өкшесі шығардым. Енді қосып тоқимыз. Екі спицін қосып тоқимыз. Узорын айтатын болсам, міне бірінші оң тоқимыз, барлық жақты. Өкшесімен оң теріс, только екі алдыңғы беті ғана оң. Міне бірінші қатар оң тоқимыз. Бірыңғай оң тоқып кетеміз. Екінші қатар теріс тоқимыз. Бір қатар теріс тоқып шығамыз. Енді үшінші қатар міне оң, бірінші жіп оң тоқимыз. Екіншісін тоқмаймыз, тек теріс жақтан тоқмаймыз, тек іліп аламыз. Жіп алдыңғы жақта тұрады. Оң тоқимыз. Екіншіні теріс жақтан іліп аламыз. Теріс қылып, жіп алдыңғы жағында қалады, іліп аламыз. Узорды шығардым, тоқып бітірдім. Енді қысқарту керек. Қысқарту жолын көрсетемін. Міне екі спица бөліп аламыз теңдей. Екі жіпті бірге тоқимыз. Басынан екеу, аяғынан екеу қылып қысқартып кете береміз. Осы жіптер таусылып
істесем де тоқтап жатамын.